Қайырлы күн, бүгін тасымалға тоқталатын боламыз. Қараңыздар, сіздердің алдарыңызда өзендер және орындық деген екі сөз тұр. Бұлардың құрамында дауысты дыбыстар үшеу, сондықтан үш буын бар, иә. Енді қараңыздар, назар аударсаңыздар, бірінші буын жалғыз дауысты дыбыстан тұр, екеуінде де. Біз енді тасымалдайтын кезде біз деп жазу жолына, тасымал деген жазу жолына сыймай қалған сөзді буын жігіне қарап бөліп жазу. Енді қараңыздар, өзендер деген сөзді біз жазып келе жатырмыз. Бірнеше сөз жазып келе жатырмыз. Өзендер деген сөздің бір ғана буыны сыйып, қалғаны сыймай тұр. Біз деген жалғыз буынды жолдың мына бөлігіне қалдырып кете алмаймыз. Бұлай қалдырып кетуге болмайды. Біз өзен, сосын сызықша қоямыз, дер деп келесі буынды жолдың екінші жағына жібереміз. Жалғыз тасымал болады. Үш буыннан тұрады, бірақ жалғыз тасымал болады. Өйткені жалғыз дауысты дыбысты жолдың екінші жағына тастап кетуге болмайды. Орындық деген сөзде дәл осылай тасымалданады. О деп жалғыз дауысты дыбысты қалдыра алмаймыз, сондықтан орын сызықша қоямыз да, дық деген буынды келесі жолдың екінші жағына жібереміз. Тағы да тасымал тақырыбы, қараңыздар, алдарыңызда аспаздарды деген 4 дауысты дыбыстан тұратын сөз тұр. Демек, 4 буын бар. 4 буыннан тұратын сөзде 3 тасымал болады. Бірінші тасымал. Біз жазып келе жатқанда, бір ғана буын сыйса, біз ас деген буынды қалдырамыз да, қалған екінші, үшінші, төртінші буындарды жолдың екінші жағына алып кетеміз. Осылай жазамыз. Міне, бір буын сыйып тұр. А егер екі буынымыз сыятын болса, онда аспаз, сызықша қоямыз. Сосын қалған буындарды жолдың екінші жағына жазамыз. Бұл екінші түрі жаңағы сөздің. Үшінші тасымалы, біз егер жазып келе жатқанда аспаздар деген үш буын сыятын болса, онда сызықша қоямыз да, соңғы буынды, д деген буынды жолдың екінші жағына жазамыз. Буын жігіне қарай тасымалдау деген осы.